Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 сынып 7 бөлім Қазақстандағы ұлттар достығы. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Еуразиялық кеңістіктің мәдени белгісі. Оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерді, интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді, автор көзқарастармен көтерілген мәселені талдау. Эссе құрылымын мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешу жолдарымен немесе себептеріне өз көзқарастарын жазу. Дискуссивті эссе. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Еуразиялық кеңістіктің мәдени белгісі. Сабағымызға берілген оқылы мәтіні оқып шығайық. Қазақ халқы көп ғасырлық тарихы бар, әлемдік өркениет қазынасына енетін мәдени құндылықтардың иесі. Қазақстан ескерткіш саны бойынша Үндістан, Қытай, Жерорта теңізі және қиыр шығыс мемлекеттермен кем түспейді. Қазақстан ашық аспан астында мұражайы бар ел. Біздің елімізде 25 мыңнан аса жылжымайтын тарих, археология, сәулет және өнер ескерткіштері бар. 89 мемлекеттік мұражайдың экспозиция қорында 2.056.000 мәдени құндылықтар бірлігі жинақталған. 3.495 мемлекеттік кітапханаларда 66.840.000 кітап, сирек кездесетін қолжазбалар мен басылымдар сақталған. Кең байтақ қазақ жері ежелден бері бүкіл Еуразиялық кеңістіктің мәдени бесігі болып келеді. Ертеде қазақ даласынан шығыс пен батысты байланыстыратын ұлы жібек жолы өтті. Сол дәуірдің мұрасы ежелгі орта ғасырлық сәулет өнері мен мәдениеті қалыптасты. Осындай 218 нысан Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерінің тізіміне енді. Бүгінгі күні осы ескерткіштердің көбі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік маңызы бар ескерткіштері ретінде танылды. Қазақстанның мәдени бренді Алтын адам ескерткіші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар және Түркістан қалалары, ой-түрткі сұрақтары, Еуразиялық кеңістік және Қазақстан. Географиялық картадан орнын анықтаңдар, қандай ассоциация туындады? Екінші сұрақ. Бірінші сөйлемді қалай таратып түсіндірер едіңдер? Үшінші сұрақ. Қандай ескерткіштер дүниежүзілік маңызға ие деп ойлайсыңдар? Осы тақырыпқа байланысты ЮНЕСКО көлеміндегі Қазақстанның мәдени белгілерін туралы видеороликті көрейік. Мәдени мұраларының тізімінде Қазақстанның атынан қосылған жәдігерлер аз емес. Мысалы, материалдық емес, мәдени мұралар қатарына күй мен киіз үй, жасау өнері енген. ЮНЕСКО домбырада күй тарту өнерін жиын тойда орындалатын тарих және ұлттық дәстүрмен байланыстыратын маңызды мәдени мұра ретінде сипаттаған. Бұл ЮНЕСКО ұйымы мақұлдаған бірінші аталым еді. Ал қазақтың киіз үйі ерекше архитектурасымен қатар отбасы мен қонақ жайлылық символ ретінде сипатталып, қорғалуға тиіс мұра ретінде бекітілді. Сондай-ақ Орта Азияның және қазақ халқының ұлық мерекесі әз Наурыз да ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасының тізімінде. Мұндай шешім Эфиопияда өткен материалдық емес мәдени мұраларды қорғау жөніндегі комитеттің отырысында анықталды. Ұйымның материалдық емес мәдени мұралар қатары қырғыз бен қазақ ұлтының бекзада өнері саналатын айтыспен толықты. Осылайша сөз өнерінің әлемге танылуына мүмкіндік туды. ЮНЕСКО-ның материалдық мәдени мұра тізімінде еліміздің 11 нысаны бар. Олардың ірілері Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Алматы облысындағы Тамғалы петроглифтер кешені. Күмбезді құрылысқа жататын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ені 46,5 метр, ұзындығы 65 метрге дейін жетеді. Ал Тамғалы петроглифтер кешені тарихтың тереңінен сыр шертеді. Онда біздің жыл санауымызға дейінгі 14-13 ғасырларға жататын 5000-нан астам сурет бар. Бізде келесі тапсырма. Бос орында еліктеу сөзді қойып жазыңдар. Яғни біздің тілдік мақсаттағы тақырыбымыз еліктеу сөздер болып табылады. Берілген тапсырмада еліктеу сөздерді қойып жазамыз.
Бізде кері байланыс тапсырмасы абай өлеңдерінен берілген үзінділерден еліктеу сөздерді тауып, қай түріне жататынын ажыратыңдар. Кері байланыс тапсырмасы осы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.